ауырлық емес, сол әке шешең қинағаның ауыр болады да. Жетпіске келген әкем кеп-кетіп жүреді. Конфликт болып жатқан елдерге әскер жасақтауға пайдаланатын ұйымдар бар. Экстремист деп танылған, террористік деп танылған ұйымның көзқарасын білдіру, іс-әрекетке бару белгілі қылмыстық жауапкершілік қаралған. Елімізде биыл терроризмді насихаттаған 43 адам сотталды. Істі болғандардың бірі Сайдумар Ибрагимов. Ол әлеуметтік желідегі парақшасына Палестина мен Израиль қақтығысына қатысты шет тілде дайындалған материалды жүктеп жариялаған. TikTok просто так соғыс болып жас балдарды, бейкүнә адамдарды өліп жатқаннан кейін соларға бір жанашырлық сезіммен болған. Сайдумар Ибрагимов, Шымкент қаласының тумасы. Әлеуметтік желі арқылы терроризмді насихаттаған үшін сот үкімімен 7 жылға сотталды. Интернетті қатты түсінетін адам болсам ұрынбайтын едім деп ойлаймын мен. Қатты телефонды мысалы кіріп, мынау не деген нәрселерін ажырата бермегендіктен болды да ол нәрсе. TikTok деген бәле шықты ғой. Онымен 23 ноябрінде балдарым андай бір нәрселер көреміз деп скачать еттік. Күліп, ойнап, андай қыла береді ғой. TikTok видеоларға түсіріп, андай монтаж қылып. Сондағы жүр, сол TikTok-тың арасында шықты да сол нәрсе. Ноябрьде 23 ноябрінде ол TikTok скачать еткен болсам, 24 февралында сол видеоға қамалдым да. Цифрлы дәуір адамзат өмірін әрі жеңілдетті, әрі қиындатты. Жеңілдігі алысты жақын қылып, көп қызмет онлайнға көшті. Қиындығы салдарын болжап болмайтын сын-қатер көбейді. Әсіресе жасанды интеллект ақпараттық коммуникацияда ойлау жүйесін түбегейлі өзгертті. Бұндай үрдісті халықаралық террористік ұйымдар оңтайлы пайдалануға көшті. Интернетте жеке деректерді ұрлап, таяу шығыстағы ахуалды бұрмалап, сол арқылы адамдарды арбап, алдаудың мың түрлі тәсілін ойлап тапты. Экстрем терроризм, идеология, деструктивный ағымдар кәдімгі көрінбейтін вирус бұл. Мысалға, басқа вирустардан ерекшелігі қаупі бұл көрінбейтіндігінде. Бұл идеология, бұл ойда адам санасында жүретін нәрсе. Жаһандану дәуірі, әлеуметтік желі, ешқандай шекара жоқ. Қай тұстан болсын ақпарат ала алатын мүмкіндікте вирустың кіруіне өте үлкен мүмкіндік болып отыр. Кім тыңдаса, жалпы ақпарат шейх болсын, ол ұстаз болсын, соны жақсы көріп қалса, ол адам ана ақпаратты тексерусіз қабылдайды. Сіңіріп алады. TikTok деген бәледе бір кнопка бассаң болды, сенікі бола береді екен, видеода түртіп қалсаң анақада кете береді. Мысалы, мен қойған видеомның өзінде де анау адам арабша сөйлеп жатқан, оны өзбекшеге аударған. Сол жерде видео бір адам сөйлеп жатқаны бар, анандай Палестинадағы жарылып жатқан жас балдардың, адамдардың өліп жатқаны солар қойылған. Міне яһудилер, мұсылмандардың дұшпаны осындай өлтіріп жатыр, бүйтіп жатыр деген нәрсені қойылған. Разница жоқ қой, ол мұсылманның баласы ма, кәпірдің баласы ма, ол Аллах жаратқан ғой, оны просто өлтіру, не қылу. Ондай ішінде бір діни андайға не қылым жоқ. Сол жас балдар болғандығы үшін андай болғаннан кейін оны білмеймін ғой мен мысалы. Ол мұсылманның баласы ма,
соның арасында өліп жатқан еврейдің баласы ма, христианның баласы ма, оны қаяқтан Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 256 бабы терроризмді насихаттау, террорлық акт жасауға жария түрде шақыру, қауіпті мазмұндағы материалдарды дайындау, сақтау, тарату қылмыстары бойынша айыпталушының мүлкі тәркіленіп 5 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Егер бұл әрекеттер қызметтік лауазымды пайдалану арқылы бақ, телекоммуникация желілері немесе онлайн платформалар, топпен не алдын ала сөз байласқан адамдармен шетелдік көздерден қаржыландырылған жағдайда айыпталушының мүлкі тәркіленіп 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қылмыстық кодексіндегі 255 баптан 260 бапқа дейінгі терроризм мәселесі қаралған. Енді біздің қолданып отырған материалымыз немесе екінші бір адамға жіберіп отырған материалдың құрамында алауыздыққа, экстремистікке, басқа да іс-әрекетке үндейтін материалдар болса, қылмыстық кодексіндегі ауыр баптар бойынша жауапкершілік қаралған. Сайдумар көп балалы отбасында тәрбиеленген. Өзі де 4 баланың әкесі. Үйінің іргесінен ашып алған шағын кәсібі бар. Салық төлеп ауылдастарын жұмыспен қамтып отыр. Айтуынша TikTok әлеуметтік желісін жеңіл-желпі өнім деп қызықпапты. Лайк басқан, ұнаған контентті бөліскен. Нәтижесінде Газа секторындағы ахуалға қатысты материал қылмыстық іске арқау болып отыр. Бір танымайтын адам шығып, любой имамның киімін киіп алып, әр нәрсені айта берсе, танымайтын адамды мынандай деп жатыр екен деп, ішінде кішкене сондай нәрсесі бар адамдар бола ма, или бір мұсылмандарға дұшпандық істеп жатыр ма, басқа қылатын оны түсінбегеннен кейін, жастар оны ажырататындай ілімі болмағаннан кейін кетіп қалып жатыр. Сондай нәрселерге ол провокация да, былай айтқанда, адамдарды сол нәрсеге тартып жатқан ондай нәрсе көп қой, мысалы білмейміз, танымаған екен. Мемлекеттің шекарасы болғанымен, интернет кеңістігінің әлеуметтік желілердің бұл шекарасы жоқ. Былайша айтқанда, орыс тілді болсын, өзбек тілді болсын, діни ақпараттар қолжетімді. Ал енді діни иммунитет қалыптаспаған, ақ пен қараны ажырата алмайтын жастарымыз шынында да әлеуметтік желілердегі ұсынған діни ақпараттарға жүгінеді. Оның ішінде Құран аяттар мен дәлелдер келтіруі, пайғамбарымыздың хадисі сияқты керемет дүниелерін нашид арабша өлеңдерімен әсерлі қылып түсіндіргеннен кейін көзсіз іс-әрекетке барады. Шетелде отырған уағызшылардың мақсаты біреу: елде дінараздық, алауыздықты қоздыру. Ал енді бізде заңды білмеу жауапкершіліктен құтқармайды деген талап бар. Енді әлеуметтік желілерде жақсы жаман ақпарат болғаннан кейін дұрыс дерек көздерге жүгіну бұл қайырлы іс. Тергеу кезінде мазмұнды күмәнді контентке сараптама жасалды. Материалдың түп нұсқасы араб тілінде дайындалған, кейін өзбек тіліне аударылыпты. Жерлесіміз Сайдумар болса, не араб тілін, не өзбек тілін білмейді, тек жылаған балаларға алаңдап, әлгі роликті жариялаған. Өкініштісі, материал терроризмді насихаттауға бағытталған болып шықты. Бір видео қойып, болмайтын бір нәрсемен кеп алып, әке-шеше уайымдап, солардың денсаулығын құртып, жаныңа бататын сол да. Звондасаң, ауырып жатқан жоқсың ба деп сразу сұрайтын сол. Мынандай видео, ондай нәрселерді қойып, қателікке түсіп, мындай жерге келмеу керек екен. Құдай қаласа, мына қателікті енді қайталамаймын. Жастарға да айтатын сол, әр нәрсеге ұрына бермей, видео нәрсе демей, мынандай жерде уақыт өткізбей, солардың қызметін жасап қалу керек. Жалпы интернет пайда болғалы идеология мәселесінде шекара деген дүние жоқ. Әлеуметтік желі арқылы тіпті біздің елде тіркелмеген бағыттарға, біздің елде мысалы уағыз тарап жүрмеген ұстанымдарға, жат ағымдарға кіріп кетіп жатқан адамдар бар.
қалай кіріп кеттім десеңіз, солардың форумына кірген, солардың уағызын тыңдаған, солармен әлгі форумында пікір таласқан, одан кейін ары қарай солардың ұстанымына өтіп кеткен кісілер бар. Конфликт болып жатқан елдерге әскер жасақтауға пайдаланатын ұйымдар бар. Шектеу қою үшін онда ютубта да, бағанағы тиктокта да, инстаграмда басқан бәрін бұғаттап тастау керек. Ол әлбетте мүмкін емес. Сол үшін де бұл жерде енді біз сол халықтың діни иммунитетін күшейтіп, олардың бағана көкейінде діни антивирустың пайда болуына, өзі фильтрлей алатын, ненің дұрыс, ненің дұрыс емес екендігін ажырата алатындай деңгейге жеткізу керек. Сот процесі кезінде Сайдумар өзіне тағылған айыппен келісті. Қылмысын мойындап, қазір жазасын Шымкент қаласындағы абақтылардың бірінде өтеп жатыр. Айтатын сөзіңіз бар ма деді. Тұрдым, жоқ дедім. Не деймін оны? Жартысын беріңізші десең бере салмайды ғой. Үкім ғой болды. 256 деген статьяның ішінде экстремизм, терроризм болып жатыр. Соны насихаттауы бар, басқасы бар, біреу бар. Сирияда соғысқаны бар, видео салғаны бар, бәрі соның ішіне бір неге кіргеннен кейін әрбір адамға индивидуально қарап жатыр ғой, мысалы. Былай айтқанда, общий бәрін бір қазанға салып жатқан жоқ. Қарап жатыр, кімдіге қалай, не. Мемлекетте бір заң, бір жол, бір ұстаным болмаса, мемлекетке қауіпті ғой нәрсе. Мысалы, мен біліп тұрып істемеген болсам да қылмыс болып тұр ғой. Сол заңмен санасу керек қой. Соңғы уақытта Сайдумар сияқты талай жерлесіміз заңға қайшы бейнероликтерді таратып, заң қырына ілінуде. Себебі материалдың мазмұнына назар аудармайды, тек мұсылмандар қорланып жатыр деген тақырыпқа алданады. Ал ондай контентті деструктивті ұйымдар жасанды интеллектінің көмегімен дайындайды. Жетім бала, жесір әйелдерді көрсетіп, аянышты кадрлардың көмегімен адам назарын аудартады. Келесі сатыда діни мәтіндерді бұрмалап, эмоцияларды оятады. Ал әліптің артын бақпаған қызуғанды адамдар көп жағдайда өзгенің қолындағы көсеу болғанын кеш түсініп жатады. Мен қойған видеомның өзінде де анау адам арабша сөйлеп жатқан болса, оны мен түсінбеймін. Ілімсіздік қой. Жастарға ілім оқысын, кітап оқысын, көбірек ұстаз ұстанып, мемлекетке қызмет ететін дүниеви ілімдер бар, діни ілімдер бар. Әке шешесінің тәрбиесіне құлақ асып, заңға қарап, заң істеме деген нәрсені істемей, көбірек уақытын кітаппен өткізу, ілім үйрену, өзінен кейін қасындағы достарына, басқаларына үлгі болатындай телефоннан сәл ұзақтау керек та. Әкеме, анама айтатыным, мен сіздерді жақсы көрем. Құдай қаласа, аман есен шығып сіздерді қызметіңізді жасаймын. Әкем 70-ге келген. Давлениесі бар, сахары бар. Егер рет уже инфаркт алған, конечно, байым болады. Әкем көрмей қалсам. Түрменің ауырлығы емес, сол әке шешең қинағаның ауыр болады. 70-ге келген әкем кеп кетіп жүреді. Осылайша Сайдумар әлеуметтік желі арқылы сыртқы күштердің тұзағына түсті. Оның оқиғасы көпке ащы да пайдалы сабақ болуға тиіс. Қазір ол темір тордың ар жағындағы діни оңалту, яғни дерадикализация шараларына тұрақты түрде қатысып жүр. Өткен ақпараттық тасқын заманында сауаттылықты сауытқып кигендер ғана шалыс қадамға баспайтынын жақсы біледі. Абақтыдан кейінгі алдағы өмірінде де осылайша адаспайтын жол табуға бекінген.